Бүгін біз ақш президенті Дональд Трамптың жаңа тарифтері туралы айтамыз. Бұл жай жаңалық емес. Бұл Қазақстан экономикасына ықпал ететін үлкен оқиға. Барлығы нақты, қысқа, түсінікті етіп баяндаймын. Видеоға лайк басып арнаға жазылыңыз, 10 мың тіркелушіге жеткізейік. Америка не үшін тариф енгізді? 2025 жылдың тамыз айының 1 күні Америка президенті Дональд Трамп жаңа тарифтік саясатты жариялады. Бұл шешімге сәйкес әлемнің 70-тен астам еліне, соның ішінде Қазақстанға да жаңа импорттық баж салығы салынды. Ресми себеп: Америка өндірісін қорғау, әлемдік саудада әділдік орнату. Алайда бұл шешім көптеген елдерге экономикалық қысым тудырды. Қазақстанға қандай тариф қойылды? Қазақстаннан Америкаға экспортталатын тауарларға 25% тариф белгіленді. Бұл өзгеріс тамыз айының 7-ші жұлдызынан бастап күшіне енеді. Бірақ Қазақстанның негізгі экспорттық тауарлары мұнай, уран, ферроқорытпа, алтын, күміс және тантал. Бұл тарифке кірмейді. Яғни, тауарларымыздың 95% жеңілдікпен немесе нөлдік тарифпен өтеді. Бұл жақсы жаңалық. Бірақ шағын және орта бизнеске бұл әсер етуі мүмкін. Қазақстан қандай әрекет етуде? Қазақстанның сауда және интеграция министрлігі Америкамен ресми келіссөздер бастағанын хабарлады. Мақсат тарифті қайта қарау немесе жеңілдік алу. Қазақстан ұсынған ұстанымдар мыналар: сауда қатынасын тең сақтау, инвестициялық ынтымақтастықты бұзбау, экспорттаушылардың мүддесін қорғау. Бұл бізге қалай әсер етеді? Егер бұл тариф ұзаққа созылса, шағын бизнес үшін шығын артады. Кейбір өнімдер қымбаттауы мүмкін. Жаңа нарықтарға шығу қиындайды. Алайда Қазақстан үкіметі балама жолдар іздеуде. Азия, Еуропа және таяу шығыс нарықтарымен ынтымақ артып келеді. Ішкі өндіріс пен өңдеуші кәсіпорындарға инвестиция салынуда. Трамптың жаңа тарифтері халықаралық саудада жаңа кезеңнің басы. Қазақстан қазіргі жағдайда келіссөз жолымен шешуге тырысып жатыр. Біздің негізгі экспорттар қауіпсіз, бірақ кәсіпкерлер мен шағын өндірушілер үшін бұл сынақ кезеңі. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл тариф саясаты Қазақстанға шын мәнінде әсер ете ме? Пікірлеріңізді төменге жазыңыз. Ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше.